Окей. Ассалауму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Құрметті қазақ елі, қазіргі уақытта таксимізге қауіп төніп тұр. Ресей депутаттары Никона, Федоров, Бородай, Севастьянов қарсы шығып жатыр. Біздің жерлерімізге көз салып отыр. Оған бауырлас Украина мемлекетінде болып жатқан соғысқа. Сондықтан біздің мемлекетімізге бірнеше салаларда реформа өзгерістері қажет. Қару күштері саласында біріншіден заңды реформа енгізу керек. Біріншіден, бұл әскери доктринаның қорғаныстан қорғаныс шабуылға ауысу. Екіншіден, түрік мұсылман легион құрылы. Оның ішіне қазақтар, өзбектер, қырғыздар, түркмендер, түріктер, әзербайжандар кіру керек. Үшінші, орталық Азияның әскери контингентін құру. Оның ішіне бригадалар, дивизиялар, әскери корпустар, орталық Азияның әскери болу керек. Төртінші, қазақ ұлттық әскери құру. Оның ішіне 100% қазақ ұлтының азаматтары әскерилері болу керек. Бесінші, мұсылман әлемі елдерінің жақындық антитеррорлық коалициясына кіру. Сауд Арабиясының жетекшілігімен қазіргі уақытта 42 мұсылман мемлекет бар. Оларға тиісті мандат беру және оның резервтік келісімдер жүйесіне кіру. Алтыншы, НАТО-ның батыс елдерінің Алманияның, яғни Германияның, Италияның, Францияның, Жапонияның, Американың, Түркияның әскери жаңа технологиямен жаңарту, қарулы күштерді реформалау. Жетінші, ядролық мемлекет құру. Бізде тактикалық, ядролық зымырандар мен стратегиялық ядролық зымырандар болу керек. Біз бұл қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері болуымыз қажет. Біздің мұратымыз, мақсатымыз мұсылман елдерімен бірігу, стратегиялық жоспарымызды бірге құру. Құрметпен ардагерлер одағының Тәжік-Афган шекарасында жауынгерлер қимылдарына және әскери қақтығысына қатысушылардың республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мұхамеджан Мұрат Нұрахметұлы. Көп рахмет. Иншаллах, Аллаху акбар. Ашхаду ила илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан ғабдуху ва расулуху. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Машаллах. Рахмет.